Еттен жасалған пирогымыз дайын болды. Қазір сіздермен осының рецептісімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Ал енді кеттік. Мен жасалатын пирогтың рецептісін бөлісейін деп отырмын. Бізге керек ет 450 грамм, 4 картоп, 2 жуа, 250 грамм сәбіз, приправалар керек және қара бұрыш, тұз. Сонымен қатар қамырына 600 граммдай ұн керек, су, 180 грамм май және де 2 жұмыртқа мен жасаймыз. Ал енді бастайық. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Бұл жұмыртқаның сарысын алып қаламыз. Қазір қамырдың бетін майлауға. Осының үстіне 180 грамм майымызды құямыз, немесе маргарин, немесе майды құямыз. 600 грамм ұнымызды саламыз. Ұнымызды салдық. Тұзымызды саламыз да жақсылап араластырамыз. Нанымыз дайын болып қалды. Осыны нанымыздың бетін жауып демалтып қоямыз да ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушыны басуды ұмытып кетпейміз. Комментарий жазып кетеміз. Осылай нанымыз жұмсақ болады. Нанымыздың бетін жауып қоямыз. Сәбізіміз осында ұсақ болып тураймыз да, енді осылай болып біз картопымызды да тураймыз. Бізді сондай ұсақ болып турадық, сәбіз сияқты. Енді жуамызды сондай ұсақ болып бұл формада тураламаймыз. Картоптың үстіне приправамызды саламыз. Қара бұрышымызды саламыз. Және сарылған тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді етімізді де осындай көлемде тураймыз.
етімізді жақсылап жуып аламыз да осындай кішкентай көлемге тураймыз тез пісу үшін. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды біраз жібереміз де 2 бөлшекке бөлеміз. Бірдей 2 бөлшекке бөлеміз. Үлкендеуін, чуть-чуть үлкендеуін бұны астына жібереміз. Сылады. Ең алдымен картофелімізді саламыз. Картоптың үстіне кішкентай ғана сұйық май құямыз. Картофелімізді салып аламыз жақсылап. Тегіне жеткізбейміз. Осылай картофелімізді салып болғаннан кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Егер сәбізді ұнатпайтын болсаңыздар, қоспауға да болады. Оның үстіне жуан саламыз. Üstüne etimizi salamız. Şimdi betine жағатын қамырын жасаймыз. Кішкентай бөлшек алып қоямыз. Енді дайын болған қамырымызды үстіне саламыз бетіне. Қамырымыз дайын болды. Енді осының үстін жұмыртқаның сарысымен майлаймыз. 45 минут духовка 180 градусқа қойып пісіріп аламыз.